өзіңнің жаныңды тану дейді. Яғни өзіңнің жаныңды тану деген нәрсе өзіңіздің бойыңыздағы қандай да бір кемшіліктеріңіз болатын болса, мінездегі немесе Алла тағаланың сізге берген қандай да бір қабілеттері болатын болса, сол нәрсені таныған кезде ғана адам өзін таниды екен. Ал өзін таныған адам ғана Алла тағаланы таниды екен. Ал адам өзін танымайынша Алла тағаланы танимын деген жай сөз. Имам Ғазали айтады, егер де сен өзіңді тануға шамаң жетпесе, Алла тағаланы тануға шамаң қайдан жетсін дейді. Біздің көпшілігіміз өзімді танимын деп ойлаймыз. Яғни өзіңіздің қандай да бір дұрыс жақтарыңыз немесе кемшіліктеріңіз болса, соны білемін деп ойлаймыз. Бірақ көпшілігіміз білмейді екенбіз. Мысал ретінде, сіздің бойыңызда қулық деген дерт болатын болса, адам өзінің қумын деп ойламайды. Немесе тәкаппар адаммен тәкаппармын деп ойламайды. Ешкіммен тәкаппармын деп айтпайды. Немесе қумын деп айтпайды. Ол адам өзін ақылдымын деп ойлайды. Ал аңқау адам менде әділдік мен жақта деп ойлайды. Яғни әр адам өзін танимын деп ойлағанымен көпшілігіміз өзімізді танымайды екенбіз. Ал егер адам өзін таныған кезде ғана, адамның жүрегі тазарған уақытта ғана Алла тағаланы таниды екен. Яғни Алла тағалаға қарай жол сол кезде ашылады. Ал адам өзін тану үшін не істеу керек? Өзін тану үшін әрдайым өзін бақылауда ұстау керек. Мысалы, қандай да бір сөз айттыңыз ба, ойланып қараңыз, мен мына сөзді неге айттым? Бір ой келді ма, мен мынаны неге ойладым? Қандай да бір істі жасадыңыз ба, мен мына істі неге жасадым? Сол нәрселерге есеп берген кезде ғана адам өзін таниды екен. Ең тақуа адам деген ол өзін есеп берген адам, өзін бақылаған адам. Омар айтады, радиаллаху анху, сахаба, адамдардың ішіндегі ең тақуа адам ол өзін бақылаған адам дейді. Бағанағыдай қандай нәрсе жасасаңыз ойланған адам. Яғни көп намаз оқыған, көп зікір еткен, көп ораза ұстаған адам деп тұрған жоқ, өзін көп бақылауға алған адам деп тұр. Сол кезде ғана адам өзін таниды, ал адам өзін танығаннан кейін барып қана Алла тағаланы таниды. Яғни адам өзін таныған кезде жүрек тазарғаннан кейін сол таза жүрекке ғана иман қонады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, жүректе сараңдық пенен дін екеуі қатар тұрмайды дейді. Немесе қазақта айтады, жүректе не дін тұрады, немесе дүние тұрады дейді. Яғни сіздің бойыңызда сараңдық деген сипат болатын болса, мысалы, сіз ол кезде иман бар, немесе Алла тағаланы танимын деп айту ол жай сөз. Тіпті сіз мүмкін Құранды толық жаттаған қари шығарсыз, діни біліміңіз көп шығар, немесе Алла тағаланың 99 есімін білетін шығарсыз, күнде құлшылық қылатын шығарсыз. Бірақ та өзіңізді танымайсыз ба, жүрегіңізде қысқасы жүрегіңіз таза емес па, онда Алла тағаланы танимын деген сөз жай сөз екен. Өйткені Шәкәрім апамыз айтып тұр,